Баршаңызға қайырлы күн. Сіздерге түрік халқының ачма тоқашының жасалу жолын көрсетемін. Ол үшін видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Алдымен ыдысымызға ұн салып, үстінен ашытқы, қант, тұз салып, құрғақ қоспаларды жақсылап араластырып аламыз. Содан соң бөлме температурасындағы сары майды саламыз. Және сұйық май құйып, үстінен су құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыздың иығанғанша майын ерітіп тұрып илеп аламыз. Содан соң ыдысымызға салып, жылы жерге бетін жауып қоямыз. Міне қамырымыз көтерілді. Енді сопақша пішінге келтіріп, бірнеше бөліктерге бөлеміз. Осы рецептен 10 жақты тоқаш шығады. Осы дөңгелектерімізді үстінен бір басып, тындырып қоямыз. Содан соң оқтаудың көмегімен жайып, үстінен шоколадты паста жағамыз. Мен Milk ореховая паста жақтым, нутелла жақсаңыздар да болады. Пастаны жағып болғаннан соң осылай орап, дәл видеодағыдай тоқаштың пішініне келтіреміз. Содан соң противеньге салып, үстіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Міне осымен тоқаштарымыз дайын, жүп-жұмсақ.